Сәлем қыздар, сіздерге мен бүгін рулеттің қалай жасалуын, өте оңай, қалай жасалуын сіздерге айтпақшымын. Алдымен бізге таза ыдыс керек, ішінде ешқандай су, ешнәрсе болмау керек, тамшы болса да су болмау керек. Жақсылап сүлгімен сүртіп тазартып алыңыздар. Сосын жұмыртқаның ағын және сары уысын бөлек-бөлек екі ыдысқа салатын боламыз. Мен осылай жұмыртқаның ағынан және сарысынан екеуін бөліп алдым. Енді жұмыртқаның ағы ақ уысына, мына ішіндегі кішкене ақ болып тұрған ол жұмыртқаның өзінің ақ уысының ішіндегі негізі сары уысына ешқандай қалдықтар нан ішінде қалмау керек. Если қалатын жағдай болатын болса, пена болып жақсы араласпай қалады. Енді осының үстіне қантымызды салып, мен барлық өлшемдерін, масалқылардың өлшемдерін описание бөліміне жазатын боламын. Мен қантымды салып алдым. Енді венчиктің көмегімен мен аппақ болып ұлғайып, ақ пена болғанша араластырамын. Сіздер негізі миксердің көмегімен істесеңіздер өте жақсы, жылдам болады. Ал венчикпен істесеңіздер ұзақ уақытта алатын болады. Аппақ болып шықты. Мен бірақ ұзақ уақыт 8 минутқа дейін венчикпен істедім. Сіздер миксермен істесеңіздер 2 минут, 3 минутта осындай аппақ жұмыртқаның ағы пена болып шығады. Қарасаңыздар, енді осының үстіне жаңа жұмыртқамыздың сарысын саламыз. Және сұйық майымыздан 2 үлкен қасық пен 2 қасық құятын боламыз. Осы жеткілікті. Байқасаңыздар, ақ уысымыздың үстіне сары уысымыз қосылған соң кішкене сарғыштым болды. Енді осының үстіне біз ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды міндетті түрде илектен өткіземіз және бұны бөлек-бөлек салатын боламыз. Барлығын бірге салуға болмайды. 2 бөліп, 3 бөлікке салып, шетінен араластырып отырамыз. Ұнымызды салған соң, осындай лопаткамен, болмаса қасықпен, осылай астынан бастап араластырамыз. Қатты көп араластыруға болмайды, себебі біздің ақ уысымыз басылып қалуы мүмкін. Үлкен болып көтерілмей пісуі мүмкін. Сондықтан астынан жоғарыға қарай, оңға қарай бір текіс болып ұнымыз араласқанша осылай айналдырып отырамыз. Енді осыны формаға осындай үлкен лист, қандай лист болса да болады. Пергамент қағаз, фольга төсеп, жайып шығамыз. Ысып тұрған пешке 15 минутқа салып аламыз. Дайын болған міне коржым дайын, пісіп шықты және тексердім. Арасы жақсы піскен. Енді осыны суытатын боламыз. Осылай ыстық кезде бөлек шашыққа алып аламыз. Осындай осы шашықпен қосып орап қоятын боламыз суыту үшін. Яғни арасы бір-біріне жабысып қалмас үшін орап қоямыз. 10 минуттай суыт. Енді начинкасын дайындайтын боламын. Ол үшін осындай ыдысымызға қаймақты, болмаса творогты, мен қазір мынандай сливкиден қалған кремім бар еді, осыны қолданып жатырмын. Және осының үстіне мен 2 столовая ложка, үлкен қасық пен 2 қасық осындай варенка қолданамын. Сіздер тек қана варенканы қолдансаңыздар да болады, болмаса повидло вареньелерді салсаңыздар да болады, өз қалауларыңызша. Мен салмасы дайын. Осылай екен араластырып алдым. Енді жаға беруімізге болады. Менде корж толық суып шықты. Енді арасына салмасын жағатын боламын. Осылай толық жағып шықтым. Енді нығыздап орайтын боламыз.
шоколадты құйып, ерітіп, осылай құйып жатырмын. Сіздер өз қалауларыңызша қалай сәндеп қоям десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Міне менің рулетім дайын. Бетіне әсемдікші мен шоколадты ерітіп қойдым. Және арасын қарасаңыздар, өте әдемі, нежный болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай жасалуы. Видео ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде менің арнама тіркеле кетіңіз.